Халық арасында Арыстанбапқа барып түне Қожа Ахмет Яссауиге келіп тіле деген сөзде кең таралған. Елдің ықыласына бөлінген Томирис Гүлсара өзінің көмекші медбикелерімен бірге Түркістандағы киелі жерлерге зиярат етті. Жатқан жерінде ниет етуге келдім. Алла тағала ниетімізді қабыл етсін. Келген кісілердің де ниеттеп келген Алла тағала ниетін қабыл етіп, ойлаған мақсаттарына, мұраттарына жеткізіп. Арыстанбап Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болған. Отырар ауданының орталығы Шәуілдірден 20 шақырым қашықтықта жатқан жердегі кесенеге аптаның кез келген күні, тәуліктің кез келген уақытында келеді ниеттенушілер. Тіпті кей жұртшылық мазардың басында түнеп, Алладан тілек тілейді. Солардың бірі осы Гүлсара Суазқызы. Киелі орындарды аралау рухани тазарып, жолыңның жеңілдеуіне септігін тигізеді. Алладан тілек тілеп, өзіне қаралып келетін сырқат жандарға шипа іздеймін дейді дәрігер, емші Томирис Гүлсара. Гүлсара Суазқызы жыл сайын құрбан айт кезінде осы Арыстанбап кесенесіне келіп, құрбан шалуды әдетке айналдырған. Гүлсара Томирис хатшайымның 12 адамымен бірге келіп, мына Арыстанбапқа да жеттік. Арыстанбапты зираттап, құрбанымызды чалып, батамызды алып қайтып келе жатырмыз. Айт кезінде Аллаға жақындап, Арыстанбап кесенесіне тәу етіп келгендерге өзінің сыйлықтарын таратты. Бүгінгі Томирис апайдың таратып отқан сыйлықтарына көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Істеріңізге береке берсін әпше. Жұмысыңызға береке беріп, алға жүре беріңіз. Арманыңыз орындала берсін. Құрбан айтта өсіп беріп атқан подаркіңізге рахмет көп-көп. Қанша кісілерді емдедіңіз. Жолыңыз болсын, атамыз қолдасын сізді. Ұзақ өмір сүріңіз. Рахмет көп-көп сізге. Қабыл болсын. Қабыл болсын. Аха, рахмет. Аумин, аумин. Аумин, аумин. Қабыл болсын. Құрбандық шалып, біздің қамымызды ойлап, өзімнің ата тектеріме, ұлы жүздердің, бүкіл Арыстанбап бабаларымыздың Қожа Ахмет Яссауи қанша осы жердегі жатқан аруақтарға жіберіп жатырмыз. Дос жолдас жарандарымның, жақындарымның, көршілерімнің барлығына, ата тектердің бәріне Құран оқыттым. Қабыл болсын деймін. Бұл кісіге мысалы нені шалбарда бұты жылы болып жүрсін, сондай ауыр қызметте істеп жүрген бізді елеп қойсын, елдің қамын ойлап осылай батасын ала берсін деп беріп отыр. Мынау немерелеріңізге, мынау өзіңізге тоздырыңыз. Қабыл болсын ниетіңіз.